Жасанды интеллект заманында оқулықтарды қайта жазу және оқулықтар қандай болу керек деген сұрақ көпшілікті ойлантып жатқаны белгілі. Оқу ағарту министрі өзінің мына видеосында осы мәселе жайында айтады. Мектептегі қолданыстағы оқулықтарды егжей-тегжейлі оқып, қателіктерге, олқылықтарды толық зерделеудемін. Мен Бану дипломды маман ретінде, менде бірнеше диплом бар, соның ішінде бастауыш сынып мұғалімі деген қызыл дипломым бар. Сол қызыл дипломыма сүйене отырып, осы қазақ тілі және бастауыш сыныптағы әдебиеттік оқулығын басынан 2000 жылдан бастап талдап шықтым. Ол жайында видеоларым Естөз YouTube каналында бар, және сол сілтемеге өтіп толығырақ осы оқулықтар жайында видеоны көре аласыздар. Бүгін осы видеомда бірінші сыныптағы ана тілі оқулығына қойылған тұсаукесер жыры мысалға келтіре отырып осы оқулықты талдап көрейік. Тұсаукесер жыры 2017 жылғы 2-ші сынып ана тіліне қойылған екен. 2021 жылы өздеріңіз білесіздер, сауат ашуды орнына әліппе қайтарылды және ана тілі қайтадан басылды 2021 жылы. Осы 2021 жылы басылған 1-ші сынып ана тіліне 2017 жылдағы осы өлең тұсаукесер жыры қойылған екен. Және де ең қызығы осының астындағы берілген тапсырма сұрақтары. Бұл 1-ші сынып баласы үшін берілген. Мынадай сұрақ берілген. Бұл тұсаукесер жыры қай кезде айтылады дейді. Бұл айтылатын бұл бір жағдай 1-ші сынып баласының ұғымына өте күрделі, және ол қай кезде айтылатынын білу үшін алдымен тұсаукесер жырының жанрлық ерекшелігін, сол сияқты бірнеше мәселені білу керек. Ал ол қай кезде айтылатыны жаңа тұсаукесер жырында өлеңде берілмеген. Екінші бір мынандай сұрақ бар. Тұсаукесер жыры неге осылай аталған дейді. Бұл да бір күрделі сұрақ 1-ші сынып бала үшін, себебі оның тақырыбының неге олай қойылғанын білу үшін қайтадан тағы да жаңағы мәтінді толық анализ жасай алу керек. Бірақ 1-ші сыныпта баладан біз бұндай нәрселерді, күрделі мәселелерді сұрай алмаймыз. Бұл жердегі сөздік қордың өзі осы тұсаукесер жырында өте күрделі. Мысалы, балағыңды түре қой, қадамыңды санайық деген сияқты. Міне толық өлең жолын видеоға қойдым. Осыдан қарап қарай оқып көрсеңіздер, ересектер үшін өте түсінікті, бірақ балалар үшін бұл балалардың ұғымына, олардың өмір тәжірибелеріне сәйкес келмейді. Біздегі білім берудің мақсатының өзі алған білімдерін өмір тәжірибеде қолдана алу. Функционалдық сауаттылық деп жүргеніміз осы, және де айтып жатыр ғой, функционалдық сауаттылығы балалардың төмен деп. Егер 1-ші сынып баласына ересектердің ғана түсінетін мәтінін қойып қойсақ, әрине функционалдық сауаттылығы төмен болады. Енді осыдағы ең тағы да бір қызық сұрақ, бұл 3-ші сұрақ, сіздің тұсауыңызды кім кесті дейді. Яғни бұл сұрақты 2 жастағы баланың есінде қалған оқиғаны сұрап отыр ғой. Ал 2 жаста бала 1,5 жаста кеседі тұсауын. Бұл оқиға қанша баланың есінде қалуы мүмкін? Бұл тіпті сол тұсауды кескен адам, сол тойға келген адамдардың өздері танымауы мүмкін ғой, кім кескенін, бірақ біз оны жаңа 6-7 жасар баладан сенің тұсауыңды кім кескен деп сұраймыз. Әрі тіпті сол тұсауын кеспеуі де мүмкін. Ол жерде тек қана 1-ші, 2-ші сыныптағы қазақ балалар ғана оқымайды ғой. Және кейбір тұсау кесудің өзі бір үлкен той, сондай нәрсе. Оған әркімнің жағдайы келе бермеуі мүмкін. Тұсау кесілмеген балалар да болуы мүмкін, сондықтан да бұл сұрақтың қойылуы қандай екен? Негізі балалардың өзінен сұрап көрейікші, бұл жағдайды қазір жасанды интеллект заманында бұл оңай. Қане осы сұрақтың жауабын баланың өзінен сұрап көреміз. 2 жасымда тұсауымды кім кескенін қайдан білейін? Мына видеоға қарасаңыз, үлкендердің тұсауымды кесіп жатқаны ұнамағаны көрініп тұр. Мына оқулықтағы тапсырманы жазған апай, сіз ғалымсыз ғой, 2 жаста болған жәйттер есінде қалмайтынын сіз білмеуші ме едіңіз? Сенің тұсауыңды кім кесті деп сол кезде сұрау керек еді. Сонда мүмкін
тұсауымды кескен адамдардың аты бір жерде сақталып қалар ма еді? Міне осындай бастауыш сынып қазақ тілі және әдебиеттік оқулығын толық талдаған видеоларым Естсөз YouTube каналында бар. Жасанды интеллект заманында оқулықтар, оның ішінде бастауыш сынып оқулықтарының қандай болу керек екендігі жөнінде видеолардың жалғасын көру үшін жазылып қойыңыздар Естсөз каналыма, және осы пікірталасқа қатыса отырыңыздар. Өйткені қазақ тілін бастауыш сыныпта оқыту өте маңызды мәселе. Қазақ тілін жақсы үйренген бала одан кейін ана тілінде, осы қазақ тілінде ары қарай үлкен сыныптарда білім ғылымды осы тіл арқылы үйренеді.